Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ұйқы безін қандай тағамдар зақымдайды, ұйқы безі ағзада қандай функция атқарады, қандай тағам пайдалы екенін айтамыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды, сұрақтарыңыз болса комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ұйқы безі ас қорыту процесіне қатысады. Оның функциясының төмендеуі бүкіл ағзадағы өзгеріске алып келеді. Панкреатит ұйқы безінің қабынуы, содан секреторлық функциясы бұзылады. Бөлінетін ферменттер амилаза, липаза жеткілікті түрде бөлінбейді. Фермент ақуыз. Ақуыз жеткіліксіздігінен фермент синтезі жеткіліксіздігі дамиды. Қан анализінде жалпы белок деңгейіне қарап, егер 70-75-тен аз болса, дефицит белгісін білуге болады. Ұйқы безінің зақымдалуына алып келеді. Алкоголь, дәрілік заттар, қуырылған майлы тағамдар, қант, рафинирленген көмірсулар. Бірінші, алкоголь. Ұйқы безі фермент бөлінуін күшейтеді және жасушашілік қысымды жоғарылатады. Қалыптыда ферменттер 12 шекке түсіп ас қорытуға қатысады. Қысым жоғары болғандықтан ферменттер қайтадан ұйқы безіне түсіп, ұйқы безін зақымдайды. Нәтижесінде секреторлық функциясы төмендеп, аз деңгейде фермент бөлінеді. Екінші, дәрілік заттар. Метронидазол қабынуға қарсы стероидті емес дәрілер, кортикостероидтар. Осы дәрілерді қабылдағанда дұрыс тамақтануға мән беру керек. Себебі дұрыс емес тамақтану арқылы және дәрілердің әсерінен ұйқы безі зақымдалуы пайда болуы мүмкін. Немесе ферменттерді бірге қосып қабылдау керек. Үшінші, қуырылған және майлы тағамдар. Құрамында көп ақуыз және майға бай жануардан алынған тағамдар жоғары температурада қуырылған кезде карбоксиметилизин пайда болады. Ол ұйқы безіне кері әсер етіп, фермент жеткіліксіздігіне алып келеді. Төртінші, құрамында қанты бар тағамдар, кондитер өнімдері, ұйқы безі зақымдалуына алып келеді. Қант қабыну факторы. Ұйқы безінен гормон инсулин бөлінеді. Сіз құрамында қанты бар тағам көп жегенде, көп деңгейде инсулин бөлінеді. Гиперинсулинемия ұйқы безі зақымдалуына, инсулинге резистенттіктің пайда болуына, артық салмақ, лептин гормонының деңгейінің өзгеруіне, тамыр аурулары, инфарктқа алып келеді. Тек қана ішкі ағзалар ғана емес, терідегі өзгерістер шаштың түсуіне алып келеді. Бесінші, рафинирленген көмірсулар. Фастфуд, жоғары сұрыпты ұн, кондитер, макарон өнімдері, рафинирленген бүкіл тағамдар. Олардың құрамында қант, консервант, канцерогендер, әртүрлі қоспалар бар. Барлығы қабынған ұйқы безін одан әрі зақымдайды. Панкреатиттің симптомы сол жақ қабырғасы ауырсынуы, арқаға, омыртқаға берілуі. Тамақтан кейінгі асқазандағы ауырсыну сезімі, дискомфорт, іштің кебуі, газдың болуы, іштің өтуі. Ұйқы безі жұмысын қалыпқа келтіру кезінде, яғни панкреатит емдеу кезінде өттің бөлінуін жақсарту керек. Себебі өт ұйқы безі ферменттерін белсендендіреді. Панкреатит көбіне өт тас ауруы, өт дұрыс бөлінбегенде өтті алып тастағаннан кейін дамиды. Сондықтан ем комплексті болса, эффективті болады. Екінші, дұрыс тамақтану. Рационда ақуыз, май, көмірсулар болу керек. Ақуызға бай тағамдар ет, тауық еті, жұмыртқа, балық, әрине қайнатылған, буға пісірілген, қуырылған болмайды. Көмірсулар гречка, тары, қара күріш, жеміс жидектер, майлар өсімдік майлары, зығыр, зәйтүн, кокос майы, яғни рафинирленбеген ыдысы қара түсте болу керек. Безі жұмысын жақсарту мақсатында ферменттер тағайындалынады. Олар дұрыс тағайындалу керек, себебі ірі қара мал, шошқадан алынған ферменттер ұйқы безінің атрофиясына және оған деген тәуелділік пайда болуына алып келеді. Шұғыл жағдайларда ондай ферменттер тағайындалса, қысқа уақытқа тағайындалу керек. Видео сізге пайдалы болса және сұрағыңыз болса, комментарий жазып кетіңіз.